Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде крипторынокқа жылдам обзор, яғни бізді жақын уақыттарда қандай жағдайлар күтуі мүмкін, және де ұзақ мерзімде криптоны сатып алған немесе шорт позицияларын ашқан қайсысы бізге тиімдірек болуы мүмкін. Сол нәрселерге мен өз ойымды айтатын боламын. Әрине, бұл ақпараттар сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойып ұмытпаңыздар. Одан бөлек бізде Telegram канал бар. Telegram каналда ақпараттар көбірек болады YouTubeға қарағанда. Сол себепті де міндетті түрде Telegram каналға да тіркеліп қойсаңыздар болады. Енді биткойннан бастасақ, биткойнда алдыңғы видеода айтылған 64.500-65.000 долларда бізде уровень бар. Сол уровеньнен откат болуы мүмкін деп. Ол уровеньнен откат болды, бірақ көргендеріңіздей откат обратно бізде жиналды. Яғни осы жерде көргендеріңізде откат болды 61.400 долларға дейін. Бірақ бұл откатты қайтып восстановление болды. Яғни дәл қазір шынымен де бізде биткойнда кішкене бычы тренд қалыптасқан секілді. Яғни бұл бычы тренд бізді қай жерге алып баруы мүмкін деген сұрақ. Ең бірінші бізде имбаланс, яғни осы имбалансты полный поглощение болуы мүмкін. Яғни бізде биткойн шынымен де 70.000 долларға дейін бару вероятность өте үлкен. Бірінші цель бізде әрине 67.000 доллар, сол баяғы 67.000, 66.500 бен 67.000 доллар арасы деп айтуға болады. Яғни бізде осыған ұқсас сценарий болуы мүмкін. Бірінші былай кетеді, одан кейін осылай, осылай болуы мүмкін. Әрине бізде 70.000 долларға дейін биткойн көтерілуі мүмкін, бірақ бұл дәл қазір үлкен медвежий трендтің жай медвежий трендті кішкене өсім ғана болып саналады. Яғни тренд алдыңға айтқандай медвежий, яғни бізде биткойн одан кейін 54.000-55.000 долларға дейін түсуі мүмкін. Әрине бізде ең выгодны менің ойымша 70.000 долларда шорт позициясын ашып көрген дұрыс деп ойлаймын. Әрине 70.000 долларға дейін бармауы да мүмкін, себебі имбаланс полный поглощение болмай қалуы мүмкін. Ондай бізде көп жағдай болады. Яғни имбаланста осы жерлерге дейін келуі мүмкін. Яғни имбаланстың жартысын ғана поглощать етіп, одан кейін ғана құлауы мүмкін. Ол кезде міндетті түрде дневной свечамен немесе апталық свечамен, әрине бұл жерде апталық свеча өте ұзақ болады. Яғни бір күндік свечамен қарау керек. Яғни объемдарға да қарау керек. Себебі разворотный паттернын көретін болсақ, міндетті түрде шорт ашып көруге болады деген сөз. Мен Telegram каналымда мен шорт ашатын болсам, міндетті түрде салам. Яғни дәл қазір биткойн тек қана күту ғана қалды деп ойлаймын. Келесі бізде эфир. Эфирде бізде тоже имбаланс болған. Бұл имбалансты полностью поглощение болды. Яғни имбаланс полный поглощение болды. Имбаланстан откат болды. Әрине бұл жерде алдын айтқандай ешқандай ойланбай шорт ашып көруге болатын еді имбаланстан откат болған кезде, бірақ объемдар қатты өспеді. Базовый версиядан қарайтын болсақ, көргендеріңіздей бізде объемдарда спишка болмады, яғни үлкен объем пайда болмады. Сол себепті бұл жерде менің ойымша дәл қазір кішкене қиындау деп ойлаймын. Одан бөлек бізде биткойнда әлі өсуге запас бар. Яғни биткойнмен салыстырып қарайтын болсақ, көргендеріңіздей биткойнда өсуге әлі запас бар. Яғни бізде эфир бұл имбаланстан кішкене откат болып, бұл имбаланстан ары қарай биік шығуға мүмкіндігі бар деген сөз. Себебі биткойн өсіп, эфир осы арада тұрып қалуы өте қиын. Яғни эфир ешқандай қиындықсыз осы жерлерге дейін бару мүмкін. Әрине мүмкін бірінші 1700-ге барады. 1700 долларға дейін мүмкін бару мүмкін. 1700-ден кейін ғана эфир жоғары қарай, яғни 2000 немесе осы точкаларға дейін, примерно осы деп айтуға болады. Ол биткойнға қарап көруге болады. Яғни биткойн 70 долларға барған кезде эфир мүмкін осы айналалардан эфир тоже қайырылады деп ойлаймын. Эфир білесіздер, бізде дәл қазір күтетін уровень бұл осы жерге қайтып келеді деп ойлаймын. Яғни 1500 доллар, яғни осы жерден эфирді тоже шорт позициясын қарап көруге болады. Тек 1500 долларға қарай. Ол жерде де объемдарға, күндік свечаның қалай жабылатынына байланысты, яғни биткойнға да байланысты. Одан кейін бізде хайперликвид. Алдын тоже шорт айтқанбыз. Хайперликвид дәл қазір бұл эфир биткойн секілді қатты өсім көрсеткен жоқ. Хайперликвид шынымен де жағдай қиын. Әрине бізде айттық 75.000 доллар. Менің ойымша бұл хайперликвидті пик болды деп айттым. Бізде 100% осы точкалардан шорт позициясын ашуға болатынын айтқан болатынбыз. Яғни стоп-лосс тек осы жерге қойып. Дәл қазір 59.000 долларда хайперликвид нефтімен қарайтын болсақ, бізде нефтімен емес, нелігімен қарауға болады. Себебі бұл жерде ұзақ уақыттық шорт деп айтуға болады. Яғни бізде ең үлкен
уровень примерно осы 53 доллар. Одан кейін осы 53 долларда көргендеріңіздей имбаланста бар. Яғни осы имбалансқа дейін хайперликвид келуі мүмкін. Бірақ жаңағыдай биткоин өскен кезде, биткоин ары қарай 70-ке дейін баратын болса, хайперликвидте өзінің 70 долларына баруға тырысып көруі мүмкін. Яғни хайперликвидте дәл қазір шынымен де күш жоқ. Себебі эфир, биткоин бізде осы аптада өсім көрсетті, ал хайперликвид жоқ. Хайперликвид өсім көрсеткен жоқ. Яғни хайперликвид бізде жаңағы осы имбалансқа немесе осы точкаларға 45 мың долларға дейін ешқандай қиындықсыз жақын арада келіп қалуы мүмкін. Осы жерден ғана бірінші шортты жабуға болады деп ойлаймын мен өзім. Мүмкін бармайды, мүмкін обратно осы жерге келеді 70 мың долларға, сосын мүмкін возврат болады сол точкаға қарай. Қазір айту ол нәрселер қиын, бірақ хайперликвид менің ойымша алдыңғы бір жарым ай уақытта шынымен де осы айналадан табылуы мүмкін. Себебі 75 доллардан хайперликвид жоғары кету вероятность өте аз. Себебі шынымен де рынок медвежий, ал хайперликвид әлі өзі құлаған жоқ. Хайперликвид әрине фундаментал бар, хайперликвид қазір топовый текст биржалардың бірі, бірақ хайперликвид барлығы альткоиндар секілді менің ойымша құлауы керек деп санаймын. Яғни осы точкаларға қарай хайперликвид бару мүмкін. Одан бөлек бізде альткоиндардың доминациясын биткоин доминацияларын қарап шығуға болатын еді, бірақ көргендеріңіздей бізде пока тек Binance қана бар. Басқа қандай монеталар көруге болады? EigenLayer көруге болады. EigenLayer шынымен де EigenLayer'де күш бар. EigenLayer менің ойымша уже дносын қойған секілді. Алдыңғы видеоларда айтқам, шынымен де EigenLayer'де вероятность өте үлкен. Бұл ең төменгі бағасы болуына. Яғни EigenLayer 0.15 долларға, биткоин енді 50 мың долларға келген кезде ғана келуі мүмкін. Менің өзім ойым солай. Яғни EigenLayer шынымен де бізде алдыңғы өсімде көргендеріңізде бүкіл имбаланстарды поглощать етті. Бізде тек үстінде примерно осы зонада айтуға болады. Яғни бұл жерге әрине жақын уақытта келеді деп ойламаймын, бірақ ешқандай қиындықсыз ұзақ уақытқа EigenLayer дәл қазір жинай беруге болады деп ойлаймын. 0.15-ке әрине баруы мүмкін. 0.15-ке келетін болса, шынымен де өте жақсы зона менің ойымша сатып алуға. Әрине альткоиндарға сенуге болмайды. Альткоиндар бізді соңғы 4 жылда тек қана төменге қарай X беріп жатыр. Яғни EigenLayer ешқандай қиындықсыз ары қарай төмен кетуі мүмкін. Менің өзім EigenLayer менде портфельде бар. Тағы да сатып алатын болсам, міндетті түрде тек осы айналада ғана сатып аламын. Яғни 0.15-0.20 долларда EigenLayer'де ешқандай қиындықсыз менің ойымша сатып алуға болады. EigenLayer'да ғана емес, Lido тоже дәл қазір кішкене күші бар секілді. LDO. Қалған альткоиндар, яғни Eclair. Басқа мен өзім қызатын альткоиндар жайлы ақпараттар келесі видеода болады. Дәл қазір тек осы монеталар қарасақ болады. Көргендеріңізде шынымен де EigenLayer'де күш бар. Ең төменгі бағасынан 50%-ға дейін почти өскен. Бұл Lido үшін өте күшті деп қараймын қазіргі медвежий рынокта. Яғни Lido'да дносы тек осы точкалар деп санаймын. Яғни 0.23 доллар шынымен де Lido'да дно болу вероятность өте үлкен. Яғни менің ойымша 70% вероятно Lido'да осы жер дно. Яғни Lido төмен қарай кетуі мүмкін, бірақ вероятность өте аз. Яғни 0.23 долларға дейін Lido келетін болса, шынымен де бұл өте жақсы покупка деп ойлаймын. Себебі Lido'да бізде көргендеріңізде енді үлкен уровендер тек осы айналаларда. Яғни Lido көргендеріңізде осы имбалансты жапты. Альткоиндарда имбаланстарға қарайды альткоиндарда, бірақ откат әртүрлі болады. Яғни имбалансқа барды деген сөз ол 100% шот деген сөз емес. Себебі имбаланстан реакция алады. Кез келген монета реакция алуы мүмкін имбаланстан. Бірақ ол временно ғана, яғни кішкене реакция болады астыға қарай. Ол объем көтерілмесе, яғни вероятность өте үлкен.
имбалансты ары қарай тесіп жоғары қарай кететіне. Көргендеріңізде мұны тіпті осы жердің өзінде бізде бір свеча үлкен фитильмен имбалансқа қойылған шоттардың барлығын алып кеткен, одан кейін ғана төмен кеткен. Яғни вероятность бізде лидода дәл қазір өте көп төменге қарай кетуге.